Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы және футбол жаңалықтары. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Де Йонг Барселонадан кетпейді. Эмю Роналдудың жалақысын қысқартты. Галтье басқарған ПСЖ алғаш рет сүрінді. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Олай болса, біз бастаймыз. Фрэнки Де Йонг осы жазда Барселонадан кетпеуі әбден мүмкін. Манчестер Юнайтед енді 25 жастағы жартылай қорғаушыны сатып алу үшін әрекет жасамайды. Челсиде келіссөздерде ешқандай нәтижеге жеткен жоқ. Көптеген жарақаттардың кесірінен әлсіреген Ливерпуль өз жартылай қорғанысын күшейткісі келеді. Бірақ олар бұл орынға Де Йонгты қарастырып отырған жоқ. Қызылдар голландиялықтың ешқайда кеткісі келмейтіндігін түсінген болса керек. Осыған байланысты Де Йонг мансабын Каталонияда жалғастыруы мүмкін. Кейбір мәліметтер бойынша голландиялық өз келісім шартын өзгерту бойынша Барсамен келіссөздер жүргізуге дайын. Ойыншы өз жалақысын азайтуға дайын ба жоқ па әлі белгісіз. Голландиялық осы маусымда Барселонаның Ла Лигадағы 3 ойынына да қатысты. Барселона Вальядолидті 4-0 есебімен тас-талқан қылды. Роберт Левандовски дубль жасаса, хавбек Педри мен қорғаушы Серджи Роберто бір-бір голдан салды. Левандовски Барселона тарихында 21 ғасырда Ла Лиганың алғашқы 3 ойынында 4 гол салған бірінші ойыншы атанды. Егер барлық командаларды алып қарайтын болсақ, дәл осындай жетістікті 2011 жылы бұрынғы Атлетико ойыншысы Фалкао жасаған болатын. Қазір Барселона 7 ұпай жинап Ла Лига кестесінде 3-ші орында тұр. Жақсы ойын, бірақ керемет емес. Бізге әлі өсу керек. Алғашқы 40 минутта жақсы ойнадық. Екінші таймда жақсы бастадық. Мен бәрін мұқият сараптадым. Қарсыласты өз қақпамыздың алдына көп жіберіп алдық. Босаңсуға болмайды. Бірақ біз өз нәтижемізге көңіліміз толды. Левандовски гол салуды біледі. Ол әр қимылымен пас алу үшін ашылады. Ол феноменалды ойыншы, деді Барселона бас бапкері Хави ойыннан кейін. Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедтегі жалақысының азайғанына көңілі толмайды. Өткен маусымның қорытындысы бойынша Манчестер Юнайтед Чемпиондар Лигасына шыға алмады. Португалдықтың келісім шартында жазылған: егер команда турнирге шыға алмаса, ойыншының жалақысы аптасына 480 мың фунт стерлингтен 360 мың фунт стерлингке дейін азаяды. The Times басылымының хабарлауынша 37 жастағы ойыншы бұны әділетсіздік деп санайды. Португалдықтың ойыншы команданың Чемпиондар Лигасына шыға алмауына оның кінәсі жоқ. Және португалдыққа Тен Хагтың екінші турдан кейінгі берген сұхбаты ұнамаған көрінеді. Тен Хаг екінші турда Брентфордтан жеңілісінен кейін ойыншыларына көңілі толмайтынын айтқан болатын. Жаттықтырушының сөзінше, Аякста жасаған 5 жылының ішінде бұндай ойынды көрген емес. The Times басылымының хабарлауынша, осы ойыннан кейін Тен Хаг Роналдуды сатуға қарсы емес. Осы ойыннан кейін бапкер португалдықты келесі 2 ойында негізгі құрамға шығарған жоқ. Роналдудың өзі де Эмюдан кеткісі келеді. Бірақ ойыншының агенті лайықты команда таба алмай жатыр. Реал Мадрид Ла Лиганың басында өзінің жеңісті сериясын жалғастыруда. 3-ші турда Карло Анчелоттидің командасы Эспаньолды қонақта 3-1 есебімен жеңді. Винисиус Джуниор қатардан 2 ойында гол салды. 22 жастағы Вингер ойынның 12-ші минутында есеп ашты. Мадридтіктер 9 ұпаймен Ла Лигада көш бастап тұр. Екінші орында Бетисте 9 ұпаймен тұр. Бірақ оларда салынған голдар аз. Ла Лиганың 3-ші турын толығырақ айтатын болсақ, жұма күні Бетис Осасунаны 1-0 есебімен жеңсе, Севилья Альмерияға 2-1 есебімен жеңісті беріп қойды. Кеше Барселона Вальядолидті 4-0 есебімен ұтса, Реал Эспаньолды 3-1 есебімен жеңді. Ал Хетафе Вильяреал ойыны 0-0 есебімен аяқталды. Бүгін Атлетик Кадиске қарсы қонақта өнер көрсетеді. 3-ші турдың соңғы ойыны Валенсия мен Атлетико арасында өтеді. Ал Франция чемпионатында ПСЖ мен Монако ұпай бөліссе, Монпелье Брестке 7 гол салды. Марсель Ниццаны тасталған етсе, Лион Реймсті жеңе алмады. Францияның 4-ші туры жұма күні Аячо Лил ойынымен басталды. Бұл ойында Лил 3-1 есебімен қарсыластан басым түсті. Сейсенбі күні өткен ойындарда Асер Страсбургты 1-0 есебімен жеңсе, Рен Ланстан 2-1 есебімен жеңіліп қалды. Кешегі өткен ойындарда Марсель Ниццаны 3-0 есебімен тасталған етті.
Ал Лион Реймспен 1-1 есебімен ұпай бөлісті. Төртінші турдың соңғы ойыны ПСЖ Монако арасында өтті. Парижде өткен ойында көп жанкүйерлер 6-1 немесе 7-1 есебімен ПСЖ-ның жеңісін күткен болатын. Бірақ күтпеген жерден ойын 1-1 есебімен тең аяқталды. 20 минутта Монако сапынан Фоланд есеп ашса, 70 минутта Неймар өзі алып келген пенальтиді керемет алып шықты. Бұл ойында Фоланд пен Неймардан бөлек төреші де жақсы жарқырады. Кейбір басылымдардың хабарлауынша осы ойында төреші болған Бастия мырзаны енді ешкім ешқандай ойынға шақырмайды. Ал А сериясында Наполи Фиорентинамен тең ойнаса, Аталанта Веронаны жеңді. Италия чемпионатының 4-ші турында Интер Лациодан 3-1 есебімен жеңіліп қалды. Сейсенбі күні Ювентус Ромамен 1-1 есебімен тең тарқасты. Осы ойыннан кейін Мауриньо алғаш рет өз ойыншылары үшін ұялмайтынын айтты. Ювентус өз үйінде өнер көрсеткеніне қарамастан сенімсіз ойнады. Ойынның басында туриндіктерден Душан Валахович есеп ашса, екінші таймның жартысында Рома сапынан Теми Абрахам Валаховичтің голына жауап қайтарды. Абрахамның голына көмектескен зебралардың бұрынғы ойыншысы Пауло Дибала болды. Кеше Фиорентина мен Наполи 0-0 есебімен тең тарқасты. Аталанта 1-0 есебімен Веронаны жеңді. Қазір А сериясында қызық жағдай орын алып тұр. Бірінші орын мен 6-шы орынның аралығында тұрған командалар 3 ойынның 2-ін жеңіп, 1-інде тең ойнаған. Сондықтан олардың бәрінде 7 ұпайдан. Ал Ювентус 5 ұпаймен 8-ші орында тұрақтаса, туриндіктердің алдында 6 ұпаймен Миландық Интер орналасты. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдырсаңыздар болады. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.